Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Талғамы жоғары көрермендерім, күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін сіздерге тауық еті мен көкөністерді араластырып, банкада түскі асқа немесе кешкі асқа ұсынуға болатын тағамды ұсынғалы тұрмын. Ол үшін бізге 3 литрлік банка керек. Банкамызды содамен жақсылап жуып алдым. 600 грамм тауық еті керек. Менде тауықтың төс еті, егерде сіздерде сан ет немесе қанаттар болса да қолдана берулеріңізге болады. Тауық етімізге 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш және копченая паприкадан жарты шай қасық қосып, араластырып аламыз. Дәмдеуіштеріміздің дәмі кіру үшін жарты сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін біз көкөністерімізді турап дайындап аламыз. 3 дана сәбіз бен 5 дана картопты арнайы құрылғымен әдемі болып шығу үшін осылай турап алдым. 2 дана пиязымызды жарты сақиналарға кесіп аламыз. 2 дана қызанағымызды майда қылмай, ірілеу қылып турап алғандарыңыз дұрыс. 4-5 дана сарымсақты да турап аламыз. Енді банкамыздың ең төменгі жағына осы тауық етімізді 2-ге бөліп, жартысын салып шығамыз. Енді картопымызға татымына қарай тұз бұрышын сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Тауық етінің үстіне аздап сарымсақ салып, оның үстіне осы картопымызды толығымен салып шығамыз. Осы әдістің бір ұнағаны, банкаларымыз сынбайды, жарылмайды, духовкамыздың іші тап-таза болып шығады. Банкадан осы тағамымызды түсіріп алғаннан кейін, ішіне су қойып, 15 минуттан кейін банкамызды жусақ тап-таза болып шығады. Картопымызды толығымен салып шыққаннан кейін, үстіне аздап тағы да сарымсақтан саламыз. Енді сәбізімізді дәл картоп секілді үстіне татымына қарай тұзымызды, бұрышымызды қосып араластырып алып, осы картоптың үстінен саламыз. Қатып қалған қағида жоқ, көкөністерімізді әртүрлі ретпен салсаңыздар болады, немесе осы ұсынылып отырған видеоға қарап салуларыңызға да болады. Сәбізіміз толығымен салынды, үстіне аздап тағы да сарымсақтан саламыз. Алып қалған екінші бөлік тауығымызды енді осы сәбізіміздің үстіне толығымен салып шығамыз. Достар, каналымның дамуына үлестеріңізді қоса отыруларыңызды сұраймын. Ол үшін алдымен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, қызыл подписаться батырмасы мен қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Сол кезде ең алғаш болып жүктелген видеоны көре аласыздар. Видеома лайк басып, төменде комментарий бөлімінде пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер. Поделиться батырмасын басып, достарыңызбен осы видеомен бөлісе кетсеңіздер. Сіздердің әрбір лүпілдеріңіз бен пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Тауық етін салып болғаннан кейін үстіне сарымсағымызды, одан кейін туралған пиязымызды, қайтадан сарымсақ және ең үстіне қызанақтарды саламыз. Банкамызға көкөністер мен тауық еті осылай бетімен бет болып салынады. Піскен кезде кішкене төмен түседі. Банкамыз осылай әдемі болып толды. Енді осы банкамыздың бетін фольгамен жабамыз. Алдын ала духовканы қыздырудың қажеті жоқ. Листымызға 2 уыс тұзымызды сеуіп, осы дайын банкамызды үстіне қойып, қызбаған духовкаға осы банканы саламыз. Салғаннан кейін бірақ 180 градусқа қойып, 1,5 сағат пісіріп аламыз. 1,5 сағатта банкамыздағы тауық еті мен көкөністеріміз толығымен жұмсақ болып пісіп шығады. Дайын болған банкадағы асымызды порционы түрінде осылай салып ұсынсаңыздар болады, немесе үлкенірек табаққа қуырдақ ретінде де ұсынуларыңызға болады. Өте әдемі көрінеді. Қиялдарыңызға ерік беріп, әртүрлі қылып ұсына берулеріңізге болады. Осымен біздің тағамымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Нұржамал. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.